Соңғы уақытта қала әкімінің тұрғындармен кездесуі жиілеуде. Әрине, билік пен бұқара байланысының нығаюы өркендеуге деген оң қадам іспетті. Сондықтан қала әкімі әлеуметтік мәселені кабинетте емес, халықпен өтетін арнайы жиында шешуге бет бұрған. Қайрат Досаев бүгінде тұрғындармен кездескен болатын. Ал бұл жолғы жиында не айтылды, не шешілді? Тілшіміз тарқатсын. Қала басшысымен кездесуге базасын арқалап келген бұқара бұл жолы әдеттегі әлеуметтік жағдайдан бұрын тұрғын үй шатырларын мәселе етті. Өйткені алда аязды күндер таяуда, ал қалада әлі 4 үйдің шатыры жабылмаған. Оның бірі Рысбаева көшесіндегі үй. Мен ол кісіге кеше сөйлестім өзімде. Туысқаным сияқты болды, күнде сөйлесем ол кісімен. Руслан, не болды? Мына кетіп бара жатырмын. Мына келе жатырмын. Мына сөйттім, үйттім. Енді 84 квартираны ойлаңызшы, қанша бала бар, кішкентай балалар бар. Бірінші этажға шейін кеше жаңбыр жетті. Потому что крыша гол, ештеңе жоқ. Енді ары қарай жаман болатын шығар, қар жауса. Әкімнің һәм тұрғындардың алдында шатырға жауапты мердігер мекеменің қызметкерлері бой көрсетпеді. Ал тұрғын үйге жауапты маман материалдық тапшылық орын алып жатқанын айтады. Сондықтан басқа қаладан қажетті материалдар алдырылып жатыр екен. Машина қанша уақыт жүреді? 1-2 сутка жүреді ғой? 2 сутка жүреді, тем не менее, да. Среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье бастаса, и то значит минимальный ең супер вариант на выходные, суббота, воскресенье бастайды жұмысты. Мен сізге ашық айтайын. Аңсагүл Қасымова шаһар басшысынан жер сұрап келген тұрғынның бірі. Айтуынша 15 жылдан бері жалдамалы пәтерді паналап жүр. Есесіне көп балалы. Бақытты отбасы бағдарламасына да тіркелген. Тек нақты жауап ала алмай жүр екен. Ал атқа мінерлердің айтуынша кезек келгенше уақытша 2 бөлмелі пәтерлер соғылып жатыр. Оған кеп біздің бөлімге арыз жазып кетсеңіз болады. Желтоқсан айында аталған үй толық қабылдау актісіне берілгеннен кейін пайдалануға біз тұрғын үй комиссиясында қараймыз. Әр бүгінгі күнде менде 270 отбасы тіркелді, арыз жазып уақытша баспана беру жөнінде. Комиссиямен поквартирна жүріп, әлеуметтік тұрмыс жағдайын қарап, ең мұқтаж азаматтарға берілетін болады. Жиында көтерілген кезекті проблема көшелерді жарықтандыру. Балалар мектептен қайтуға қиналады. Бұл Сұлтанбаев көшесінің тұрғындарының мұңы. Мұны естіген Қайрат Досаев аталған көшені жарықтандыруды келесі жылғы жоспарға енгізетінін айтты. 3 айда ештемесі істелінбейді, көке. Бірінші қазір өздеріңізбен заңды ешкім бұзамайды. Мен оған проект смета жасауым керек. Сосын кейін жасағаннан кейін осы сметаны мен конкурсқа ақша қою керекпін. Онан кейін оны конкурсқа шығаруым керек. Оны біреу ұтып алу керек та, сол кеп тартып беру керек. Сондықтан мына биылға енді мен сізге алдағым келмейді. Егер де құжаты дайын болса, осы уақытқа дейін, онда ақша қойып істелу болса, ол бөлек әңгіме. Егер де биылға болмаса, мен мына заңға кіргізіп тұрып, келесі жылдың бюджетіне кіргізіп берейін оны. Мен айталатыным осыға. Кездесуде мүмкіндігі шектеулі жандар да бой көрсетті. Олардың қалауы 2 қолға 1 күрек табу. Тек көпшілігінің дипломы жоқ. Арасында тіпті орта білім алмағандары да бар екен. Қала әкімі бұл бойынша жауаптыларға нақты тапсырмалар берді. Ал жиында жалпы айтылған проблемаларды түртіп алған шаһар басшысы барлығы өз кезегімен шешілетінін айтып, тұрғындарды сабырлы болуға шақырды. Нұрлан Әбдікәрім, Азат Байтемір, Жетет Ньюс.